Бәріне сәлем. Қателеспейтін адам болмайды. Бүгінгі видеода дәрігерлердің жіберген қателіктерін көре аласыздар. Ал кеттік. Өткен ғасырда ақш-та болған оқиға. 10 жастағы бала пышақпен ойнап жүріп, көзін жарақаттап алған болатын. Баланы қараған дәрігер оның ата-анасына жарақаттанған көзін алып тастау керегін айтқан. Алайда дәрігер тек отаны бітіргеннен кейін оның сау тұрған көзін алып тастағанын түсінген. Үндістанның азаматшасы баласын кесарь отасымен туған болатын. Алайда сәби дүниеге келгеннен кейін бірнеше айдан соң әйелдің іші ауыра бастаған. Іш ауруын 3 жыл бойы шыдап, ақырында дәрігерге жолыққан. Оны тексергенде кесарь отасын жасағандар әйелдің ішінде жай ғана майлық қағазын ұмытып кеткені анықталған. Тағы да оң жақ пен сол жақта ажырата алмайтын дәрігерлер. 82 жастағы әрең жатқан әженің басының ішіндегі қан ағуын тоқтату операциясы болып жатқан. Нейрохирург операцияны бастағаннан кейін бір затты түсінген. Қан бастың басқа жағында ағып жатыр екен. Вирджиниядағы орталық ауруханадағы медбике ауырып жүрген әженің жамбасына дәрінің орнына медициналық құралдарды дезинфекциялайтын дәріні еккен болатын. Өкінішке орай, әже сол жерде қайтыс болған. Осы оқиғадан кейін ақш ауруханаларында дәрілерді сұрыптау процесі қатаң қадағаланатын болған. Дональд Чарльз деген адамның ішінен дәрігерлер қуанышқа орай рак ауруын емдеген болатын. Алайда бұл дәрігерлер Дональдтың ішінде 32 сантиметрлік темір пластинасын ұмытып кеткен. Нью-Йорктағы Нэнси деген қыз жасанды ұрықтану отасын жасаған болатын. Нэнсидің аяғы ауыр болып, барлығы да ойдағыдай болған. Бірақ сәбиді дүниеге әкелгеннен кейін бір түсініксіз зат пайда болды. Нэнси қара нәсілді қызды туған. Дәрігерлер Нэнсиге егетін ұрықты шатастырып алған екен. Достар, видео аяқталды. Міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл Казблог.нет арнасы, сау болыңдар.